Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге баланы омыраудан стрессіз шығару жайында айтатын боламын. Жалпы баланы омыраудан шығару бала үшін де, ана үшін де стресс туындатпау қажет. Яғни баланы жалғыз бір аптаға немесе 10 күнге тастап, басқа жаққа кетіп қалмау қажет. Ол бала үшін өте үлкен стресс болып табылады. Жалпы баланы 1,5 жасы мен 2 жас аралығында омыраудан шығару өте тиімді болып табылады. Яғни бала омыраудан шығару кезінде кез келген тамақты өзі жей алу керек, яғни қасықпен жей алу қажет. Және баланы омыраудан тіс шығу кезінде және қандай да бір аурумен ауырып жатқан кезде шығаруға болмайды. Ал жыл мезгіліне байланысты жас кезінде шығармағаныңыз абзал. Омыраудан шығаруды этаппен жүргізу қажет, яғни ол этап 1 айға дейін созылуы мүмкін. Яғни емізулер санын азайту арқылы. Егер емізулер санын азайтатын болсақ, онда ол біздің миымызға сигнал барады. Сонымен пролактин гормоны аз бөлініп, лактация, яғни сүт бөлінуі азая бастайды. Егер сіз бір күнде 5 рет емізетін болсаңыз, онда 4 рет емізетін болсаңыз, 3 ретке санын азайтамыз. Және көбісінде мына қате ұғым бар, яғни тек қана күндіз ғана емізбей, түнде емізем деген. Ол негізінен қате ұғым болып табылады. Өйткені біздің пролактин гормоны күндізгіге қарағанда түнгі уақытта өте көп бөлінеді. Сондықтан да түнде баланы емізген кезде миға сигнал барады, емізіп жатыр, пролактин гормоны бөліну керек деген. Сол үшін де түнгі емізуді азайтқанымыз абзал. Және сол уақытта үйдің басқа адамы, әкесі болсын немесе әжесі болсын, балаға көмектесу қажет. Яғни балаға тамақты мамасы емес, әкесі немесе әжесі берген абзал. Ал мамасы баланың қарны тоқ кезде ойнап, оған көңіл бөлу қажет. Және көкіректі тартып байлаудың қажеті жоқ. Егер көкіректі тартып байлайтын болсаңыз, онда лактостазға және мастит дамуы мүмкін. Омырау егер қатты сүтке толатын болса, ұшын ғана сауып жіберуге болады. Яғни омырау жеңілдегенше саууға болады. Ал егер қатты сауатын болсаңыз, онда қайтадан сүт бөлінуін ынталандырып жіберуіңіз мүмкін. Және омыраудан шығару кезінде омырауыңызға әртүрлі зеленка сияқты әртүрлі дәрілерді қызыл бұрышта жағудан қажеті жоқ. Яғни бұл кезде лимон қышқылын жағып қойсаңыз болады. Бала сіз сол кезде ембейтін болады. Егер балаңыз күндіз омырау сұрайтын болса, оны алдандырып кептірілген жемістерді берсеңіз болады. Ал түнде омырау сұрайтын болса, оның орнына су берсеңіз болады. Оны сүтпен немесе айранмен алмастыруға болмайды. Өйткені баланың организмі соған үйреніп қалатын болады. Ал түнде ағза демалғанды қалайды. Омыраудың сүтін қайтару үшін әртүрлі дәрілерді, әртүрлі майларды жағудың қажеті жоқ. Егер дәрі ішетін болсаңыз, оның жанама әсерлері өте көп. Бас ауруымен, бас айналуымен және артериялық қысымның жоғарылауымен көрінеді. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.